Сәлеметсіздер ме? Мен Дмитрий Иванович Менделеев атындағы номер 15 мектеп 9 Б сынып оқушысы Абдулла Санжар Мұратұлы. Мен ұсынған жобам номер 15 мектептің 3D модельдеуі. Сіздер көріп тұрғандарыңыздай мен бір істегенім осы ескі корпус. Оның жанында одан кейінгі салынған жаңа корпусты айта кететін болсақ, жаңа корпуста барлық оқушыларға арналған құрал-жабдықтар және оқушыларға барлық тиімді құрал-жабдықтардың барлығы орнатылған болатын. Келесіне келетін болсақ, асханада бізге еріштен айта болатын десек, асханада бізге оқушыларды толықтай ойлап, олардың тегін тамақ және де осындағы аспазшылардың өздерінің еңбектерін шебер болып істеп береді. Оның қасында тұрған спорт залында бізде оқушылар дене шынықтыру сабақтарын және де басқа да спорттық олимпиадалар өтетін жер болып келеді. Оның арқасында тұрған мастерскойда бізде ұл балдар мен қыз балдар өздерінің қолынан келетін шеберлерін, еңбектерін осы жақта істеп отырады. Оған келесіне келетін болсақ, біздің спорт площадкада бар жаңа орнатылған баскетбольный және волейбольный площадкада и футбол алаңы орнатылған. Осыдан біздің мектепте жанында орнатылған жақта бізде өзен ағады. Сондай келе жобам осы. Скетчптағы осы еңбегім, оптым осы ары қарай дамытып, өз болашағымды 3D модельдеуге жол ашамын. Және де осы скетчптағы осы 3D модельдеу себеп алғаным, өйткені себебі скетчп 3D модельдеуге тығыз байланысқан соң, 3D модельдеу бұл қалай айтсам, осы 3D модельдеу болашаққа жол.